وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Раббыларынан осы өмірде абайлап тақуа болғандарды Раббылары оларды жәннатқа қарай айдап әкеледі дейді. Жәннатқа қарай айдап әкеледі. Мұсылманның өмір бақи армандаған жәннат алдында кездеседі. Оның бүкіл ісінде, әрбір садақасында, намазында іздеген нәрсесі ол. Сол жәннатқа тезірек кірсін деп айдап әкеледі. Сондағы періштелері сондай мейірімді. Уақуля лахум хазанатуха, есіктердің бәрі ашылады да періштелері саламун алейкум деген сөзбен қарсы алады екен. Сәлем сендерге, Алланың сәлемі сендерге. Енді ешқандай қорқыныш жоқ сендерге. Тыпытуым, шамаларын келгенше жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Алланың дінін, намазын шамаларын келгенше істедіңдер. Жақсы болдыңдар. Сәлем сендерге. Алла тағаланың үзілмейтін сәлемі. Фатхулуха хаулидин. Кіріп кетіңдер тезірек мына жәннатқа дейді екен. Сонда жаңағы жәннатқа кірген мұсылмандардың қуанғаны, сол күні олар бір ерекше альхамдулилланы айтады. Аллах тағала өзі айтқандай: Ва қаулу алхамдулиллах